Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Міне бүгін оразаның бірінші күні. Мен қазір жұмыстан келдім. Ауызашардан кейін сәресіне бір дәмдеп, бір тамақты істей қояйын деп жатырмын. Ол үшін менде міне кішкентай ет бар. Бір жарты күрішті шалап пісірдім. Бір сарымсақты турадым. Енді осыған қосайын. Сосын мына 4 картошканы ашып қойдым. Бір жұмыртқаны қосамыз мында. Сосын күрішімізді қосамыз. Бізде енді папамыздың отбасында 3 адамның аузы берік. Тоқа братан кішкентай әлі деп пе? Бісміллә деп тұзын қосып алайық. Тұзын ашты қосуға болмайды. Өйткені күндіз күні бойы шөлдеп кетуіміз мүмкін. Қарабұрышын қосайық. Енді мен мынандай ұнтақ алған. Маманың қоқымын қосайын деп жатырмын. Маманың ұсағын дегенді қоқым деппін ғой. Сосын не андай. Енді осыны бір кішкентай тұз бұрышын салды. Жақсылап араластырайын. Бетті жылы су араластырдым. Өйткені ана нанның ұсағы ғой ана бізде. Немене нан деп айтушы едім наны. Мына панировочные сухарики қостым. Соған кішкене жылы су араластырдым. Әбден езілсін деп. Бізде дулат кез келген тамақты жей бермейді, енді сондай бір қызық мінезі бар. Метім кейін армияға барса табылған тамақты жерсін дейді. Бісміллә деп сәресіне бір кішкентай тамақ болсын. Сол дәмдеп пісірайық деп. Әпсетте мынауымызды дайын қылдық. Мен бағана картошка ашыдым. Осы картошкаларды кішкене турайын. Қызып тұрған майға картошкамызды қуырып аламыз. Картошканы майға қуырып алды. Бірақ бұл пісті деген сөз емес әрине. Мен екі жағында қуырып алдым. Болды деген сөз емес.
қазанға картошкамызды саламыз. Картошкамызды салып алайық. Одан кейін қолым күйді. Қазір қазан астын қосып алайын мен. Бетіне қойып алайын. Өте ыстық бәрі. Байқасаңыздар, мен майда түкте құйған жоқпын. Өйткені өзі майға пісті. Енді тағы май құйсақ дұрыс болмайды. Так, бетке ғана су құямын. Бісміллә деп қақпағын жауып қоямын. Құрметті менің тұрақты көрермендерім, менің каналымды енді ғана көріп жатсаңыздар, менің каналыма қосылыңыздар, қазақ каналын қолдаңыздар. Әйел азаматшалар, бір-бірімізді қолдайық. Мен сіздермен біргемін. Ал ендеше мен бүгін осындай бір сәресіне бір тамақ дайындадым. Міне керемет лүпілдеп, міне жұмсақ арасы. Одан кейін мен картошканың өзі де қандай міне жұмсақ. Сәресіне осындай бір тағамды дайындадым. Алла қаласа, оразаның бүгін 2-ші күні. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Менің каналыма жазылыңыздар. Бір ғана қоңыраушаны басу арқылы маған кереметтей көңіл күй сыйлайтындарыңызды білсеңіздер ғой. Ендеше менің каналыма жазылыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ел іргесі аман, жұртымыз тыныш, бай қуатты болайық. Аман болыңыздар.